Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі біздің бірінші тақырыбымыз параллель көшіру және оның қасиеттері. Параллель көшіру дегенді көрнекі түрде анықтайтын болсақ, оның нүктелері бір ғана бағытта және бірдей қашықтыққа жылжитын түрлендіру деп түсіну қажет. 198-ші сурет. Бұндай анықтама математика тұрғысынан қатаң бола алмайды, өйткені оның арасына еніп тұрған бір ғана бағытта деген өрнектеменің өзін дәл айқындап алу қажет. Осымен байланысты параллель көшіру дегенге біз әлгі айтылған көрнекі ұғымға қайшы келмейтін басқа бірақ қатаң анықтама береміз. Жазықтық бетіне декарттық координаттар x пен y-ті енгізейік. X пен y декарттық координаттар. F фигурасын оның кез келген x, y нүктесін, F фигурасын оның кез келген x, y нүктесін x плюс a, y плюс b нүктесіне көшіретін a мен b тұрақты шамалар түрлендіруді, яғни x, y-тен x плюс a, y плюс b нүктелеріне көшіретін түрлендіруді параллель көшіру деп атайды. Яғни бұның аты басқаша параллель көшіру. Көшіру. Параллель көшіруді мынадай формуламен көрсетіп береді. X штрих тең x плюс a x плюс a содан кейін y штрих тең y плюс b. Мен координаттар сияқты жазайын отырмын. Бұл формулалар параллель көшіргенде x, y нүктесі ауысатын нүктенің x штрих пен y штрих координаттарын өрнектейді. Түсінікті, яғни мынау бізде x, y ол дейтін параллельге көшкен кезде, параллель көшіру болған кезде ол x штрих, y штрихке ауысады ғой. Бірақ оны ауысқан кезде ол міндетті түрде мына x-тің a-ға, яғни тұрақты шамаға қосылатыны үстіне және мына y-ке нақты бір тұрақты шамаға қосылады, b деген. Түсінікті, соны біз болсай өрнектейді, яғни x пен y, x штрих пен y штрих. Параллель көшіру дегеніміз қозғалыс. Түсінікті, бұл ереже. Бұны міндетті түрде жазайық. Параллель көшіру дегеніміз қозғалыс. Шынында да
қалауымызша алынған А нүктесі мысалда қандай алса екен? Мысал мынадай алайық. А нүктесі x1 y1 координатымен B нүктесі x2 y2 координатымен A штрих x1 плюс A y1 плюс b мен b штрих x2 плюс a y2 плюс b b нүктелеріне көшеді. Яғни A нүктесі x1 y1 координатымен, b нүктесі x2 y2 координатымен, A штрих координаттарымен x1 қосылған A, y1 қосылған b штрих координаттарымен x2 қосылған A, y қосылған b нүктелеріне көшеді. Мына нүктелер мына нүктелерге көшеді. Сондықтан бізде А Б-ні квадратын алатын болсақ, А Б-нің ара қашықтығын білетін болсақ, қалай білеміз біз? Д квадраттың формуласы естеріңде ма? А Б квадрат. Мен кішкене жаттаған сияқтымын сол формула. А Б квадрат. Тең себебі мен формуланы еш уақытта жаттамаймын. Ол формула қалай шығатынын жаттап аламын көбінесе. Қаяқтан шығады? x2 минус x1 соның барлығының квадраты. Естеріңде ғой да? d квадрат тең x2 минус x1 квадрат. Ары қарай не болады? Ары қарай плюс y2 минус y1 соның барлығының квадраты. Ал А штрих, яғни біз мына арақашықтықты білдік, иә? Енді мына арақашықтықшы. А штрих, Б штрих квадрат тең. Мына жерде қалай болады? Мына жерде біз мына жерден алдық та, x2-ні минус x1, y2 минус y2, y1. Ал мына жерде қалай болады? Мына жерде x2 плюс a, да? x2 плюс a. Мына жерден мынаны аламыз, да? Минус x1 минус a, да? Неге себебі? Мына жерде жақшаның алдында минус болса, мына жерде де минус болады бізде. Соның барлығының квадраты минус. Енді біз мына жерде қараймыз да, біз мына жерде көрдіңдер ме? y2-ні біз y1-ден алдық та. Бұның бәрін біз қайдан шығарып отырмыз? Біз d-ның d квадрат тең x2 минус x1, y2 минус y1, соның барлығының квадратының формуласынан шығарып отырмыз. Арақашықтық, яғни Пифагор теоремасымен табылады, иә? Сонда бізде y2 плюс b минус y1 плюс b. y1 плюс b бола ма? Жақшаны ашып берсек, минус b болады, да? Соның барлығының квадраты. Неге себебі мына жерде y1 плюс b ғой? Алдына минус тұрса, онда екеуі де минуспен кетіп қалады. Сол кезде мына жерде a мен a жойылып кетеді, b мен минус b
жойылып кетеді. Сонда бізде не қалады? Мына жерде бізде қалады x2 минус x1 соның барлығының квадраты, да? Себебі мына жерде бізде x2 мен x1 қалды. x1 минуспен қалды. Содан кейін мына жер плюс айтпақшы. Плюс. Сосын мына жерде бізде y2 қалды, және минус y1 қалды. y2 минус y1. Соның барлығының квадраты. Сонда бұдан қандай біз нәтиже шығардық? Бізде АБ квадрат тең А штрих Б штрих квадратқа. Неге себебі мына аяқ тұтасымен тең мына аяққа. Дұрыс па? Яғни АБ квадрат бізде тең А штрих Б штрих квадратқа. Сонымен параллель көшіру деген ара қашықтықты сақтап қалдырады. Ал олай болса, ол қозғалыс болып табылады. Сондықтан біз мына жерде АБ-ны параллель көшіру жасадық қой, А штрих Б штрихқа. Сендер түсінгендей. Яғни біз мына кесіндеге параллель көшіру жасадық. Параллель көшіруде біз бұлардың координаттары белгілі болғасын, біз арақашықтығын тапқан кезде арақашықтығы қандай болды? Мына арақашықтық бізде тең мына арақашықтыққа болып шықты, да? Сондықтан бұл қозғалыс болып табылады. Дәлелдемекшімізде осы болатын. Параллель көшіру деген атаудың өзі-ақ параллель көшіргенде нүктелер параллель не беттесетін түзулер бойымен бірдей қашықтыққа жылжитынын білдіреді. Шынында айталық, А нүктесі x1, y1 координаттарымен Б нүктесі x2, y2 нүктелері А штрих x плюс А x1 плюс А y1 плюс Б мен Б штрих x2 плюс А y2 плюс Б нүктелеріне көшетін болсын. Мына 2-ші суреттегідей. А Б штрих кесіндісі ортасын координаттары мынадай. Мына А Б штрих бар ғой, соны тауып ортасының мына нүкте бар ғой, О нүкте, соның координатын тауып көрейік. Оның координатын естерінде ме, қалай табатын? Біз мына жерде біз біріншісін басындағысын, сосын аяғындағысының координаттарын аламыз да 2-ге бөлеміз. Естерінде ме, біз сондай шығардық қой. Яғни мына оның x, y координаттары былай жазамыз. Оның О нүктесінің x-ін тапқан кезде біз бұл орта нүкте боласын. Бірінші нүктенің координаттарын аламыз да, екінші нүктенің координатын, Б штрих координаты, x2, А-нікі x1 плюс, екеуін қосамыз да, 2-ге бөлеміз. x2 плюс А, түсініп атсыңдар ғой да, не зат жасап атырғанымды? Бөлінген 2. Енді y табамыз. Мына x пен y, мына О нүктесінің координаттары. Соны тауып отырмыз біз. Оны қалай табамыз? Біз А нүктесі мен Б штрих нүктесінің координаттарын екеуін қосамыз да, сосын 2-ге бөлеміз. Яғни А-ның біріншісі x1, x-дің координатында x1 тұр, Б штрихтікі x2 плюс А. Сол екеуін қостықта 2-ге бөлдік. Дәл солай y-ті де табамыз. y1 плюс
y2 плюс b. Бөлеміз 2-ге. А штрих Б бар ғой, мына екіншісі бар ғой, біз жаңа мынадан таптық қой. А штрих Б-дан табатын болсаңдар, дәл солай шығады. Кәнекей тоқып көреміз бе? Мысалы, А штрих Б-нікін табатын болсақ, бізде x нешеге тең болады? X дейтін x2, содан кейін плюс x1 плюс А. Міне мына жер шықты да, бөлінген 2 дейміз. Сосын мына жерде y-ті де тапқан кезде y2 плюс y1 плюс b. Мына жер шықты. Түсінікті ғой, мына жерде де орта нүктесі О нүктесі орта нүктесі болғандықтан, бұнда да дәл сондай болып шығады. Мына жердегідей. Мына А Б штрихтағыдай. Бұдан мынадай салдар шығады. Мына А штрих Б штрих Б төртбұрышының диагональдары қиылысады. Төртбұрышының диагональдары қиылысады. Және де қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Демек ол төртбұрыштың параллелограмм болғаны. Көрдің ме, бізде бар ғой, біз мысалы А Б штрихті алдық қой, екеуін дәл осындай алып шықты ғой бізде. Яғни А штрих Б бар ғой, дәл осындай алып шықпағанда, онда біз айтпас едік бұл дейтін жаңағы қақ ортасынан бөледі деп. Біз мынаны қақ ортасынан бөледі деп алып тұрмыз да, ал мынау уже өз-өзімен шығып тұр, көрдіңіздер ма? А штрих Б-ның ортасы О екен, өзі-ақ шығып тұр. Түсінсіздер ма? Ол бүйтіп шығып тұрса, онда ол нені білдіреді? Ол дейтін, бұл дейтін жаңағы ненің мына жерге тең екен. Яғни бұл дейтін қақ ортасынан бөліп тұрған дегенді білдіреді. Яғни мына О нүктесі ол дейтін мына диагональдардың қиылысу орта нүктесі болып табылатын. Қиылысатын нүктесі болып, және ол параллелограмм екенін білдіртеді. Түсінікті ғой, А егерде ол мына А штрих Б-нікі тең болмағанда, мына дәл осындай болып шықпағанда, онда біз дейтін айтпас едік бұл параллелограмм деп. Демек ол төртбұрыштың параллелограмм болғаны. Ал параллелограммның қарама-қарсы жақтары А штрих пен Б штрих қабырғалары параллель әрі тең, да? А штрих параллель Б штрих және тең. А штрих тең Б штрих. Енді А штрих Б штрих Б параллелограммның қалған қарама-қарсы А Б мен А штрих Б штрих екі қабырғасында параллель болатынын ескерте кетеміз. Бұдан мынадай салдар шығады. Параллель көшіргенде түзу параллель түзуге көшеді. Яғни параллель көшіргенде түзуді параллель түзуге көшеді. Түзу. Не өзіне көшеді немесе. Түсінікті ғой, алдыңғы дәлелдемеде Б нүктесі, міне мына жерде мысалы Б нүктесі бізде А мен А штрих түзуінде жатпайды деп ұйғарған болатынымыз. Дұрыс па? Яғни Б мүлде басқа жерде жатқатын болатын деп ұйғардық. Ал Б нүктесі А мен А штрих түзуінде жатқан жағдайда Б штрих нүктесі де осы түзуде жататын болады. Өйткені А Б штрих пен кесіндінің ортасы
b аштрих кесінің ортасы дәл келіп битеседі. Мына жерде де сол түсіндіңдер ма? А б штрихпен сондай қылып салып тұр. А б штрих пен б а штрих екеуінің ортасы, мына жердің ортасы мен мына жердің ортасы о нүктесі болып келіп тұр. 201-ші суреттегідей. Олай болсам, А, Б, А штрих, Б штрих нүктелерінің барлығы да бір түзудің бойында жатады. Енді А штрих тең, яғни мына А мен А штрихтің ортасындағы арақашықтықты тауып көрейік. Бұл формула бойынша бізге не береді? D квадрат, да, арақашықтықты тапсақ сол емес пе? D квадрат. Біз оны квадратты түбір асты қылып жіберейік мына жақта. Сосын біріншісінің бізде координаттар белгілі ғой. Біз мына екіншісінің координаттарын аламыз да, бұдан біріншісінің координатын аламыз. Дұрыс қой, x2 минус x1 ғой. Қарап жүрейік координаттарын. А штрихтікі x1 плюс А, сосын А-нікі x1. Немесе өшіріп жерге салық бойынша координаттарын бізге көрініп тұрсын да. Так, қазір біздің координаттарымыз өшіре тұра берсін. Біздің қасымызда болсын. Енді мына жерде ары қарай жаза берейік. Мына жерде онда бізде x2-міз бізде мынау. x1 плюс А. x2-ден біз аламыз x1-ді. Минус x1. Соның барлығының квадраты плюс y1 мынаны аламыз да. y1 плюс b минус y1 мынаны аламыз да. Минус y1. Осы барлығының квадраты жақша жабылады. Ой, жақша еттім ғой, түбір жабылады. Түбір астында болғанда, мына жерде бізде x1 мен минус x1 жойылып кетеді. y1 мен минус y1 жойылып кетеді. Сол кезде бізде а квадрат қосылған б квадрат қалады. Сол кезде бізде түбір астында а квадрат қосылған б квадрат. Енді б штрихті табайық. Енді б штрихті табайық. Тем болады түбір астында. Мына жерде уже қайсысын аламыз? Мына жерде мынаумен жұмыс жасаймыз. Б мен және б штрихпен жұмыс жасаймыз да. Сонда бізде x2-де x2 плюс А ал x1-де бізде x2 да, минус x2 барлығының квадраты плюс енді мына жерде y-пен жұмыс жасаймыз. y2-де мынау болады бізде, сосын y1-де мына жері болады да. y2 плюс b минус y2 квадрат
тең болады. Мына жерде x2 мен минус x2 не істейді? Жойылып кетеді. y2 мен минус y2 жойылып кетеді. Сол кезде бізде не қалады? Түбір астында a квадрат қосылған b квадрат қалады. Қосылған b квадрат қалады. Сонымен бұл жағдайда a мен b нүктелері AB түзуінің бойымен a мен b нүктелері AB түзуінің бойымен a квадрат қосылған b квадрат қашықтықта, яғни бізде дейтін мына түзу, осы солымаймен осылай түзу алады да, былай жүреді да, басқаша айтқанда, және ол жүрген жаңағы несі ара қашықтығы, біз айттық қой, а мен а штрихтің ортасында ара қашықтық, түбір астында а квадрат қосылған b квадратқа тең, мына ара қашықтық. Мына ара қашықтықта да сол. Сонда бізде тұтасымен бұл түзу түбір астында а квадрат қосылған b квадрат ара қашықтыққа ығысып тұр. Мына жерден алады да, бүйтіп ығысып тұр. Түбір астында а квадрат қосылған b квадрат ара қашықтыққа ығысып тұр бұл түзу. Түсінікті ғой, ал AB түзу өзіне көшеді. Түсінікті ғой, яғни AB түзу дәл өзі сияқты түзуі өшті, A штрих, B штрих деген. Яғни біз мына жерде параллель көшіргенде түзуді параллель қылдырып көшіреміз ғой, сол кезде параллель түзуге көшеді дегенді айқындап тұрмыз. Бүгінгі екінші тақырыбымыз балалар өтетін параллель көшірудің бар болуы және оның бірден бірі екендігі. Яғни ол не деген білдіреді? Яғни параллель көшіру бар, бірақ ол тек қана біреу болады деп айтқысы келіп тұрғаны. Яғни теорема 9.4 А мен А штрих нүктелері қандай болса да, А нүктесі А штрих нүктесіне көшетіндей параллель көшіру бар. Яғни А нүктесі А штрих нүктесіне көшіріледі және ол тек қана біреу ғана болады. Осыны дәлелдейік. Алдымен А мен А штрих нүктесін А нүктесін А штрих нүктесіне көшетін параллель көшірудің бар екендігін дәлелдейік. Жазықтық бетіне декарттық координаттарды енгіземіз. Айталық бізде А нүктесі A1 A2 сосын А штрих A1 штрих A2 штрих. Міне бізде осындай екі нүкте беріліп тұр. А-ның координаты А1, А2, А штрихтың координаты А1 штрих, А2 штрих. Осындай координаттар болсын. Мынадай формуламен бізде X штрих тең X плюс A1 штрих минус A1 Y штрих тең Y плюс A2 штрих минус A2. Көрсетіп берілген параллель көшіру А нүктесінен А штрих нүктесіне көшеді. Мынадай формуламен көрсетіп берілген параллель көшіру А нүктесінен А штрих нүктесіне көшеді.
Шынында да мына жерде бар ғой, біз дейтін қарайтын болсақ, мысалы x-тен, да, x-тен a1 деп алатын болсақ, мысалы, ал y-тен a2 деп алатын болсақ, онда бізде x' нешеге тең болады? Онда бізде x', мына a1-ды мына жерге салатын болсақ, a1 мен a1 жойылып кетеді. Сол кезде бізде x' тең a1 штрих, ал y' тең, мына жерде a2-ны салатын болсақ, мына жерде y-тің орнына a2-ны салатын болсақ, a2 мен a2 бір-бірімен жойылып кетеді, a2 мен минус a2 бір-бірімен жойылып кетеді. Сол кезде бізде a2 штрих қалады. a2 штрих қалады, да? Осылай шығады бізде. Енді a нүктесіне a' нүктесіне көшетін параллель көшірудің бірден бірлігін дәлелдейміз. Яғни бірден бірлігі деген тек қана біреу болады деген. a нүктесі мына a' нүктесіне тек қана бір рет қана көшеді осы нүктеге. Сұрақ неге себебі ол, мысалы, бір рет және екінші рет көшетін болса, ол уже a2' болып кетеді, да? Түсінесіздер ме? Немесе ол 3 рет көшіретін болса, ол үшінші нүктесі a3' болып кетеді. Түсінікті? Енді осыны дәлелдеп көрейік. Яғни x фигураның кез келген нүктесі болып, яғни мына жерде бізде бір фигура бар дейік, да, мысалы, да. Бұлай қоспай қойық екеуін, бірақ бір фигураның нүктесін алдық, x нүктесін, иә. Ал y' соның параллель көшірілген нүкте болсын x'. Мына 202-ші суреттегідей. Өзіміз білетіндей, мына a'x'-ті пен a'x' кесінділерінің орта нүктелері O. Даже мына жерде қосып қойған әдейі, чтобы көрініп тұрсын деп, ол O дейтін O нүктесі, ол ортақ нүкте. Яғни мына жерге тең, мына жерге тең. Ортасы, яғни. X нүктесінің берілуі a'x кесіндісінің ортасы O нүктесін бір мәнді анықтайды. Яғни мына жерде айтқысы келіп тұрғаны, яғни біз мына x нүктесін алар кезде біз дейтін кәдімгідей санадық, да? Мына O нүктесінде алар кезде мына O нүктесі деген мына x пен a'тың ортасы болуын біз қадағалап отырдық. Мына x нүктесінде өзінде сондай қалдырып алдық. Ал a мен O нүктелері x' нүктесін, мына x' нүктесін мына x' нүктесінде дәл солай алды, да? Мына екеуінің AO-ның арақашықтығы бар ғой. Мына жерде мысалы a'x'-ті алдық қой біз басында. O нүктесін жаңағы ортасы деп алдық қой. Содан кейін біз A мен O бізге белгілі ғой, мысалы нүктелері. Және біз осы мына x' нүктені алғанда, осы AO арақашықтығын мына жерге салдық, да? O x' арақашықтығы осы AO арақашықтығына тең болатындай алдырып салдық, та, содан x' нүктесін шығардық. Осы x' нүктесін анықтадық солай, иә? Сол параллель көшірудің бірден бір екендігін білдіреді. Яғни көрдіңдер ме, біз мына жерде тағы да бір рет айтамын, мысалы, жаңа мен түсіндіргендей, да? Яғни бұл нүкте біреу ақ болатыны
бір мәнді. Неге? Себебі мына x штрихқа параллель болып көшкен кезде ол нүкте тек қана біреу ақ болады. Көрдіңдер ме? Біз мысалы мына жерде санап салдық қой x штрихты. Ол біреу ақ. Ол дейтін екеу, үшеу шықпайды ғой, дұрыс па? Біз мына жерде x-ті салып o нүктесін орта нүктесін алдық қой, мысалы, да, o нүктесін. Мысалы біз a штрихты x нүктесін алдық та, a штрихпен қостық та, соның ортасына o нүктесін солай таптық та, ортасы деп. Сосын барып AO-ны әдейі x штрихты алған кезде AO-ға тең қыздырып, неге? Себебі o нүктесі ортасы болу үшін, x штрихтың ортасы болу үшін, солай x штрихты біз солай таптық. Және бұндай x штрих екеу, үшеу, төртеу емес қой, мысалы, да, бұндай x штрих бір-ақ нүкте. Түсіндіңдер ме? Яғни әр жаңағы параллель көшіру біреу және тек қана біреу болады. Екеу, үшеу болмайды. Егер де ол параллель көшірусін 2-3 рет бүйтіп көшіретін болса, онда ол x 2 штрих, 2 3 штрих солай кете береді. Ол яғни басқа нүктелер болып келеді. Түсінікті ғой? Сонымен теорема толығымен дәлелденді. Ал енді 30-ші есеп шығарып жіберейік. 30-ші есеп. Параллель көшіргенде бірде бір координаты бар нүктесі -1, 0 нүктесіне көшеді. Координаттар басы қандай нүктеге көшеді? Координаттар басының координаттары 0, 0 болады. Осы қандай нүктеге көшеді? Осыны білу керекпіз. Параллель көшірудің қандай болса да, мына формулалармен көрсетіп беріледі. Ал бірде бір нүктесі -1, 0 нүктесіне көшетіндіктен біз мына жерге салып көрейік, мына координаттарды, сонда бізде болады. Мынау x штрих, y штрих, мынау x, y деп алайық. Неге? Себебі енді мынадан мынаған көшіп тұр ғой. Дұрыс қой, бұл x штрих, y штрих болады, бұл x, y болады. Сонда бізде x-тің орнына салатын болсақ -1, y штрихтің орнына салатын болсақ тең, x-тен бізде 1-ге 1 плюс a. Сонда мына жерде бізде a тең, неге тең? A 1 дейтін мына жаққа минустан басымаған кеткенде мына жерде a қалады да, мына жерде -2 болады. a тең -2. Енді y штрихты, y штрих бізде 0-ге тең, да? 0 тең, y-іміз 1-ге тең, 1 плюс b. Сонда мына жерде 1 дейтін мына жаққа минустан басымын кетеді, сол кезде бізде b тең -1 болады. Сонымен бірде бір нүктесі, координаттарымен нүктесі -1, 0 нүктесіне көшетін осы алынған параллель көшіру бізде мына жерге саламыз. Енді a-ның және b-ның мағыналарын салып көрейік. Сол кезде бізде шығады x штрих тең x минус 2. Y штрих тең y, b бізде -1, да? Y минус 1. Міне осы формуламен көрсетіп беріледі. Осы формулаларға бас нүктенің, яғни мына нүктені, координаттар басы нүктесін қойсақ былай болады да. Мына жерде онда бізде былай шығады. X штрих, бұл дейтін мына бірде бірдің орнында тұр ғой. Яғни ол x, y-дің мағынасы, сонда бізде x штрих тең 0 -2, яғни -2-ге тең.
сосын мына жерге салатын болсақ y штрих тең бізде y нөлге тең, яғни 0 минус 1 минус 1 болады. Сонасына да мына жерге салып отырмыз. Мына жерде 0, мына жерде 0 боласын, осылай шығады бізде. Сонымен координаттар басыны қандай нүктеге көшеді? Яғни мына x штрих, y штрих деген ол мынадай мағынаны тауып тұрмыз. Яғни бұл 0-де 0 координаттар басы көшеді, қандай нүктеге көшеді? X бойынша минус 2, y бойынша минус 1 нүктесіне көшеді. Түсінікті ғой, келесі есеп біздің шығаратынымыз 31-ші есеп. Мынадай параллель көшіру бар ма дейді. 1-2 нүкте 3-те 4 нүктесіне көшеді, ал 0-1 нүктесі минус 1-0 нүктесіне көшеді. Енді тексеріп жіберейік, бар ма екен, жоқ па екен. Бірақ оны бірінші шығару үшін біз не істейміз? Біз білеміз, x штрихтің формуласы тең x плюс a1 да. X штрих тең x плюс a1 y штрих тең бізде y плюс b, да? Y плюс b. A1 емес a мына жерде. Мынау өтір ғой, мен салған. A1 деп оқып тұрамын, жоқ, өтір мынау. Сонда мына жерде бізде сол өтірді алып тастай қойыншы. Сонда бізде мына жерде шығарған кезде мынау бізде xy болады, мынау бізде x штрих, y штрих болады. Дұрыс па? Сіздер бір былай түсіну үшін мынау xy бізде, мынау x штрих, y штрих. Сұрақ неге? Себебі мына нүкте мынаған көшіп жатыр, параллель көшіп жатыр. Мына нүктеге. Мына менің y-ім көрініп тұр ма? Сол кезде бізде салған кезде біздің қазір мақсатымыз бірінші а мен б-ні тауып алайық. Сосын мынау соған сәйкес келе ме, келмей ме қараймыз, сосын жазамыз да. Мынадай көшіру бар ма, жоқ па, соған жауап береміз. X штрих бізде тең 3-ге тең x тең 1-ге x 3-тен 1 плюс a. Сонда мына жерде бір мына минустан басым кеткенде 2 болады. Сонда a 2-ге тең, да? Мына жерде a қалады. a тең 2-ге. Мына жерде y штрих тең 4-ге тең болады. y2 плюс b. Сонда 2 мына кетеді минустан басымен. Сонда 4 минус 2 болады 2. Мына b қалады. Сонда b тең бізде 2-ге. Яғни a-да b-де бізде 2-ге тең. Ал енді мына жерге қарайық. a мен b 2-ге тең болып шыға ма, шықпай ма? Мына жерде бізде мынау xy, мынау x штрих, y штрих. Сонда бізде минус 1 тең x тең 0-ге 0 плюс a. 0 плюс a болса, онда бізде a тең минус 1-ге болып шықты, да? Яғни уже шықпайды. Жарайды, бұны тауып көрейік. 0, яғни бізде 0, ол y штрих тең y плюс b. 0 тең y штрих тең y плюс b. 1 плюс b. Мына жерде бізде b тең минус 1-ге, да? Неге? Себебі 1 мына бізге минустан басым кетеді.
яғни енді мында деп тұр, мынадай параллель көшіру бар ма дейді. Яғни бізде екеу екі түрлі а мен б-ның мағынасы екі түрлі болып шығып тұр. Екі түрлі болып шықса, мындай параллель көшіру мына мысалы мынау түзеу дейік та, түзеудің бір нүктесі мынау, екінші нүктесі мынау. Және ол екеуі бірдей көшірілу керек дейді да, мысалы мына нүктелерге. Бірақ олар екеуі әртүрлі көшіру болады, сондықтан бұл параллель көшіру болмайды. Түсінікті ғой, параллель көшіру болу үшін а мен б мынаяқтың а мен б-сына тең болу керек. Түсіністер ма? Ал тең емес пе, яғни бұл параллель көшіру болмайды. Дәл солай мына екіні де шығарасыңдар, үйдеге берем екіні. Енді үй жұмысын қарастырып жіберейік. Так, үй жұмысына 28 29 қазір мен жерге жазып жіберейін. 28 29 үй жұмысы 28 29 ары қарай кеттік. Мына жерден 29 бердік, 30-ды шығардық. 31-дің екіншісін шығарасыңдар. Болды. 31-ның екіншісі ары қарай. 31-дің екіншісі үйге. Мына жерде кішкене былай қызық емес бола ма деп ойлап тұрмын да, сендерге берсем. Мына 26 енді кішкене қызықты болуы мүмкін. А, Б, С үшбұрышын С төбесінен маңайына 60 градус бұрышқа бұрғанда көшетін фигураны салыңдар дейді. Көшетін фигура ол да енді үшбұрыш болады, түсінікті да, бірақ 60 градусқа бетіп бұрып салып, жаңағы әдемілеп қызықтауға болады. Қаласандар өздерің сосын жасауларыңа болады қаласандар. Бірақ мен былай бермей қойын. Қызық қой, 60 градусқа үшеуінде 60 градусқа қыстырғанда қалай болады екен деген сияқты. Сосын мына 27-те мысалы А, Б, С нүктелері берілген дейді. А нүктесі Б нүктесіне көшіретін параллель көшіру. Яғни А, одан алдында біз дейтін А нүктесі А штрих нүктесіне көшеді деді. Мына жерде Б нүктесіне көшіп жатыр. Параллель көшіру кезінде С нүктесі көшетін С штрих нүктесін салыңдар. Яғни бізде 3 нүкте беріліп тұр. Яғни А, Б нүктесі А-ның параллель көшіру нүктесі Б, сосын С нүктесі С штрих нүктесін салыңдар дейді. Мына жерде де мынау сияқты шешуге болады. Мынау сияқты қылып жасауға болады. Немесе мынау сияқты қайрет қылып жаңа. Мынау сияқты жасауға болады. Қаласандар. Дәл сондай болып шығады ғой. Неге себебі басқа да мысалы квадрат сияқты жасауға да болады. Бірақ андай алып кішкене қызықтау сияқты параллелограмм сияқты жасағанда. Қаласандар. Түсінсеңдер мағынасын. Бұлай енді кішкене скучноватый деп жаңағы қызық емес деп отырсаңдар, онда керек емес. Сол осы үй жұмысы. Бүгінгі үй жұмысы осы. Болды балалар, сау болыңыздар.